Йоу, қалайсыздар? Алматыға аттанғалы тұрмыз. Қазір әйелімді алып кетемін жұмысынан, содан бірден әуежайға кетеміз. Алматыда көріне ме? Жаңбыр жауып тұр мұнда. Сол оюдың өтетін жері бар. Аты қалай дейді? Анау бір нәрсе пруды. Первомайский прудыға бара жатырмыз қазір. Қазір декуй тексерватор, саундчек. Мұнда орынхандар келген. Вот у нас 16:50. Началось, вы четверо, сразу же четверкой. Вот, четверкой вы сразу же объявили все. У нас старт, показали старт, все. Сардар Баймолдин, мен сені оператор ретінде танимын, оператор-постановщик ретінде танимын. Сен бұл фестивальда неге жауап бересің? Я, наверное, медиа-продюсер. За мной команда тех, кто снимает фестиваль для Ютуба, те, кто транслирует фестиваль на эти экраны. Это наша бродкаст-студия «Зона», там будешь ты. И вдобавок там будут прятаться наши сурдопереводчики, которые будут транслировать. Живая моя Ерм. Приятно. Хорошо, со сны приехали. Да вот, ночью приехали. Классно, классно. Супер. Я тоже начал подкаст вести, 4:3 называется, он сильно нишевый, он про киношников. Мы про себя сами не говорим, только у нас хайпуют обычно режиссеры и какие-то медиа, ну и артисты. Не то чтобы нам надо хайповать, но просто есть герои, которых мы знаем, но знаем не так много. Оюмен бұрында жұмыс жасап көрген соң, бірден көзіме түсетіні олар өте жақсы ұйымдастырады. Жауапты адамдарды күшті тағайындап, сол адам өзінің ісін бітірмегенше қасында қалмай жүре береді. Сол жағынан респект. Оюдан кейін жаман үйреніп алғам, сонша басқа кез келген мероприятияға барам да. Are you kidding me? И завтра Вася будет наоборот. Попробуем, да, чуть-чуть позже. Положу барма. Точки прям в моменте. Условно Саша говорит там, вот этих ребят надо объявить, условно. Қалайсыз, Аида? Қалайсыз? Жақсы, қобал жатсыз ба? Өте қатты. Да. Алғаш рет? First time дейді ғой. Джеймс Франко. Бірінші рет па? Джеймс Франко, да. Болып тұр ше қазір меніме, дәл сол болып тұр. Это вот зона ОЮ, отсюда вы вещаете. Как это работает? Бұл жігіт Виталя, біздің курировать ететін жігіт, кураторымыз біздің. Меня зовут Виталя. Ты можешь качаться тоже? Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую девку разведу на секс. Коушатер, вторая песня. Он говорит, что Планерка. они почекали с музыкантами. Вот, қалайсыз? Это Жомартқа менен сәлем. Если не увидит, хотя бы через видео привет передай. Бүгін жұма, ертең ою фестиваль. Сондықтан біз площадкаға келдік. Мына жерде жұмыстар қызу болып жатыр. Дайындық болып жатыр. Бүгін күні бойы Жома микрофон ұстағым кеп тұр деп жүреді. Ұстайды. Маған 4 микрофонды бекітті, құлағыма құлақапты көріп тұрсыздар ма? Түстен келеді. Парень меня слышит только Жумар. Да, слышу. Здесь меня слышит только Енді қайта қосылғаныма қуаныштымын. И даже не узнаешь, как тебя. Киім тексеруге барамыз қазір. Бізге Ақбөпе Абдашев командасы киім даярлап қойды. Не киетінімізді білмеймін. Бүгін альфа тобы болады. Олар туралы ақпаратты шамамен білемін. Әрбір бір ізденіс жасап көрдім. Кішкене үй жұмысын жасауға тырыстым. Көрейік не шығатынын. Қараңыздар қандай күшті. Бейдж берді бізге, осы арқылы біздер Ақордаға кіре аламыздар. Артистердің бәрі осы 2 күнде болады. Это для крафта, для еды. Ойбай. Можно было брать напитки, еду. Тамақ үшін жұмыс жасаймыз қазір. Не? Міне, бейджікті қараңыз. Зұхомар, бұл мен. Біздің тоқтайтын жер осы. Тура сахнаның жанында, артында. Мы начинаем все интеграции пока опустим, да? Начнем с нашего начала, с выхода на сцену. Мы супер хорошо готовы сделать это очень классно. Әр әртістің өзінің шатыры бар, біздікі де бар. Қараңыздар, қаншама техника мына жерде. Жігіттер, қалайсыздар? Жақсы, өзің қайсыңдар? Керемет. Қалай, дайындық қалай отыр? Сәлем. Қараңыз, қанша камера? Қаншама адам? Это дапанжи. Вау, Здесь у нас будет пюрешка. круто. Да, здесь у нас борщ.
Здесь у нас мясо с овощами. Ою самый такой классный фестиваль и по вайбу, и вообще здесь собирается народ. Сколько лет уже Сою? Я работаю в Сою с первого сезона. Вот, а Том Холланд қараңдаршы. Зендея, где ты? Әр ведущийдің қасында security болады. Вот біздің ағамыз Ертай деген. Пожалуйста, жасап берейін, пожалуйста. Жене подарите. Выберите себе подарок, пожалуйста. Пошлите. Да, вау. Просто я не просила Розу меня публиковать, где-то отмечать. Қараңыз. Мынау бәрін қолынан жасалған. Это over. Браслетики с посланиями на азбуке Морзе. Можете супругам выбрать пару браслетиков. Мәссің ғой? Қалай мәз болмайсың? Мынандай қыздар моншақ сыйлады. Ұялып тастады, қызарып енді, я сондай жақсы көңіл күй. Қандай макияж? Өзіңіз жасадыңыз ба? Обалдеть. Түсіруге бола ма? Вау, просто. О май гад. Перестрелка. Дара жұмыс істеп жатыр. Дараны? Вау. Вау. О май гад. Кішкене жаңбыр басталды, бірақ оған қарамастан адамдар кетпей. Үндемеші жаңбыр. Келдік. Қалай? Керемет, мен жылап отырмын. Эмульсия құйып жатыр. Нагимуша красотка болып жатыр. Арнайы капля көзге. Блин, сол самбоның несі қорқытады да, ана прям баспен да ұрады. Боевой самбода. Онда очки считаются күрестен, бросоктан считаются, но талдырсаң ұттың ғой енді. Сразу Нокаут, страшно. А чем снимают? Просто палочкой? Просто отодрать и все. Оно даже... Это просто наклеечка. Пока бастаймыз, жаңбырдың кесірінен кешімізден деп отырмыз. Давайте все, лишние люди уходим с бэкстейджа. Сейчас мы согреемся. Как ваше настроение? Енді жүргізушілер тек қана сахнада емес, сонымен қатар Сахнада 16! Жылыңдар ма? Мұнда просто адамдар жаңбыр жауып тұрғанда билегісі келіп тұрған сияқты көбірек. Вас стало больше. Пора уже уйдите. Жылдар лично, өте үйреншілеріңіз, өте символично. Ең алғашқы ойын зонтик. Қоштасты бірақ ойымда тек сол бір жаңалық. Түннің бір уағында. Как вам наша новая точка? Ничем не хуже Оскара, да, друзья? Сәлем ұйық, қалайсыңдар? Да, не волнуйтесь, все круто, все легко, в принципе. Саградин! Yes! Саградин! Чувства так нежны. Енді құлақтарымызға айтып отырады, әрбір әртісті жарияламас бұрын бізге құлағымызға айтады. Келесі әртісті жариялауға әлі дайын емеспіз, 2-3 минут өту керек деп. Қалай өтіп жатыр?
күшті. Спасибо, спасибо. Baby, я твой собиратель. А я твой собиратель. И следующий трек. Менің ең сүйікті әнім бал. Сізге ғашықпыз, білесіз ба? Давайте его проводим. Достойно? Жомарт, Нағима, сіздерге бергім кеп тұр сөзді. Жомарт, осындасыздар ғой? Я, Алмас, я, сіз тыңдап тұрмыз. Ой фесті өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жаңбырға қарамастан адамдар енді қазір келіп, билеп, көңіл күйді көтеріп жатыр. Еңлік шығады. For you, this is for you. Үсті өзінің стилінде алдыңғы жолдағыдай кішкене кең, ақшалбар енді кішкене андай непривычно, Жомартта ақшалбарды берген, но аксессуарлармен, короче. Кеше сол шалбарға трусы дедік қой, короче. Трусы? Ақ трусы. Да, негізі, оказывается, ақ шалбар киген кезде ішінен қызыл трусы кию керек екен, сол кезде ол көрінбейді. Ал сонымен бірінші күн ой фестін тәмам. Біріншігі 50% download қыл. Day 2. Are you ready? Let's go. Let's get ready to rumble. Екінші күнге прогон. Тоже нам контролю, да? Где-то мы там интервью делаем. Дать эту подводку. Александр, давайте сегодня можем вы сможешь отредактировать вот вчерашний? Да, вау, и вас, образ, конечно. Жомарт, Нагима в студии. Давайте жару! И самое обидное, не доехать. Гостевой микрофон, Она менеджер. Где она сидит в городе? Который тупит чуть-чуть. Фарлан. Маған да я. А, дайын ба? Дайын уже. Салатик положим? Давайте. Рахмет. Шайгер отырамыз ба? Жерде Нұрбек бар. Нұрбек мынау. Ассалаумағалейкум. Салам. Бана амандаспағандай өтірік амандасып. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Қалайсыздар? Мен бірінші шығамын, одан кейін зерелер жалғайды, одан кейін Самрат шығады, соңында бірге топ өткіземіз. Тағбепе Абдыраш деген легенда осы. Ешбір үлкен іс-шара осы кісісіз өтпейді. Осы кісінің расстауынсыз, стильсіз. Қойыңызшы, пожалуйста. Факт қой, мен екеуіне келдім, екеуінде сіз жүрсіз. Жарасатын сияқты негізінде. Класс.
Келіңіздер, біз сіздерді күтіп жатырмыз. Онымен қатар тек қана жаңа топтама емес, алдыңғы жылдардың топтамалары. Это Сонул. Ага. Кыргызстанский бренд. Специально для меня шили. Круто вообще. Old Money. Изначально это был женский комплект. Да, я просто увидел, что он может смотреться как бы versatile и все. Я в своей голове здесь уже много раз был. И поэтому, когда я сюда пришел, я такой, я дома. В принципе, я проходила это уже, как будто бы да. Ага. Странно. Я просто встал посреди сцены, я такой, в следующем году я буду здесь выступать. Тогда, кстати, ни одного трека еще не было. Когда мне позвонила Аида Сою, я такой, интересно все складывается, оказывается. Hello. Привет. Біздің әріптестеріміз Алмаз және Мона. Сәлеметсіз, қалайсыз? Мен де сізді білемін. Ой, көңілге қалай, жақсы ма барлығы? Мен бүгін бірінші очередь Роза Рымбаева үшін келдім. Дют және де Орынханы. Данеля, у тебя недавно вышел новый трек, клип. Мы тебя поздравляем. Он реальный, друзья, посмотрите, какой он. Вообще, я нормально выступил, как вам? Да? Чтобы вы понимали, я первый раз выступал. Как дела, Алмата? Шаршамадыңыз ба? Жоқ, жақсы. Абдырды жақсы көресіз, я? Оказывается. Шикарно выглядите. Қалдарың қалай, жақсы ма? Будешь танцевать, будешь больше всех орать, когда будет твоя премьера. Жомарт жынды киініп апты. Саған қалай кер? Күшті, керемет. Прям шедевр. Работаем, отрабатываю дружно. Костюмы, как ты ее оцениваешь? Чьи? Нагимы? Нагимы прекрасно. Хорошо. Я сол Зайбумба или шикардятина? Бүгін шикардятина, кеше зайбумба. Маманы қолдауға келдіңіз. Енді келесіз. Жалпы барлығын қолдауға келдім, мамамның әрине қолдаймын. Шын айтсам, мен Ою Фест 5 жыл қатарынан өтіп жатқанда, бірақ мен алғаш рет келіп тұрмын. Сосын Концерт біткенше мен бешікі болып, шие болып пісіп бітетін болдым ғой. Присаживаться вот сюда. Это пока так посидим. Бес жыл бойы подряд келген ғой. Әйгерім. Әйгерім, я. Сорри, жоғарыда тұрмын. Баласымен, күйеуімен. Екі қалада да болған. Иә, бір қалаға барып, екінші қалаға барып келген ғой. Через года, через пространство, просто люди, всегда как во Насурда қыздар күні бойы тұрып, өлеңдерді перевод жасап жатыр, я. На душе опять снова скомкана, а может быть именно в этом. Ою Фест, спасибо вам огромное. Мне невероятно приятно было быть вместе с вами. Айдана, вы переводчик с языка жестов? Да, я уже как 5 лет занимаюсь пением, жестовым пением, но 2 года назад первый артист, который меня поддержал, это была The Queen, и я миллион раз ее благодарила. Сегодня она вот прям на сцене об этом сказала, у меня аж слезы, я не ожидала. Благодаря ей обо мне стали узнавать другие артисты, и в этом году они сами меня пригласили,
Одной чисто физически это сложно. В любом случае 9 часов стоять на ногах, переводить песни. Казахского жестового языка нету. Мы поем все песни на русском языке, на русском жестовом, поэтому все песни казахша мы переводим орша, а потом на русский жестовый. И поэтому я одна бы чисто физически не справилась, поэтому со мной девочки все, они все тоже переводчики, работают на телевидении. У меня глухие родители, поэтому я владею жестовым языком с детства. И моя мама очень любит слушать музыку, но не знает слова, не понимает, о чем поет артист. И эта идея появилась еще, когда я училась в колледже, песни пела маме руками. И после этого появилась идея, почему бы об этом не показать. Круто вообще. Кеш қалай өтіп жатыр сіздерде? Күшті. Біз Риконы күттік бағанда. Рико? Алмазға ғашықпын. Алмаз вообще настой. Приедь ко мне. Ассалаумағалейкум, Уюфес! Я надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение! Мне очень понравился казах хинди. Я бы слушал их 3 часа. И Дэш мне понравился. И The Queen очень хорошее шоу. И вообще я в восторге. Респект. Омар Аралбай Улы. Легенда. Жалпы бұны көріп жатқан барша Уюфеске келген жандарға көп алғысымызды білдіреміз Ринго тобының атынан, өзімнің атымнан. Мынау Әділжанның қолы. Көп рахмет келгендеріңізге, барлық осындай керемет көңіл күйлеріңізді бізге сыйлағандарыңыз үшін. Жасай берсін Уюфест. Алға. Надеюсь, слышал. Орынға сәттілік. Жаңа ғана соңғы 3 әншіні тыңдап шықтым. Әдемі. Кімді тыңдайсыз әсіресе мысалы мына списоктан? The Queen ұнады. Мен шынымен де басқашалай таныс болдым The Queen'дің шығармашылығымен. Енді осы списоктен емес, жалпы жастардың арасында әрине Қазбек Құрайш, әрине Әлем. Роза апайымыз болады, иә? Біз бірге шығамыз. Мен музыкант ретінде, бенд өкілі ретінде боламын. Қобалжып тұрмыз өйткені енді жастардың фестивалі ғой, негізінде. Бірақ аңыз әнші ретінде орынды сияқты, әсіресе осы жылы анамыздың 50 жылдық мерейтойы сахнада, сондықтан тырысамыз. Все, провожаем со сцены гостей. Мынау Александра, ол құлаққа команда берет, организатор. Счастливое путешествие в Казахстан. Айыртасады Орынхан. Енді Бүгінгі сахна Орынхандікі болды деп ойлаймын. Әлі Роза Қуанышқызы выступать еткен жоқ. Бірақ бүгінгі сахна Орынхандікі болған сияқты. стилист ретінде шабыт қайдан аласың? Сондай шабыт маған келеді. Адамға байланысты. Кімді киіндіремін, адамға байланысты. Мен әрқашан айтамын, мен характерге, көзге қараймын. Егер мен таныс емес жан болса, ол кісімен танысуға тырысамын, өйткені маған оның ішкі дүниесі, көзінде қандай әңгіме бар, сол маған өте маңыздырақ. Роза Рымбаева апамызды көріп, өте ән тыңдап, мәз болып, шаттыққа бөленіп жатырмыз.
с ней. Это было вау! Рахмет! Рахмет! О май гад! Ты украл эту селфи-палку у своей супруги? Да. Здрасте. Midway. Аяқап, везде. Қасымызда жүрген 2 күн поддерживать это. You're so happy, you know that. You're rich, motherfucker. Рахмет сізге.